IT маман, Қалан Груп серіктесі және стратегиялық директоры, саяхатшы Садық Шерімбек подкастымызға қош келдіңіз. Қош келдік. Қазақстандағы IT саласының дамуындағы негізгі кедергілер қандай? Оның біріншісі мәдениет саласы болса, екіншісі осы технологиялық сала. Мемлекет біріншіден кедергі жасаған жоқ. Цифрлық қосымша бір елдегі бүкіл банк нарығын ауыстырып тастады. Personal learning technology или adaptive learning technology деп айтсақ та болады. Сіз Қазақстанды толықтай саяхаттап шықтыңыз. Осы туралы сөйлескім келіп тұр. Қазақстандағы қай өңірлері, осы Қазақстанның қай өңірлері сізге ерекше әсер қалдырды? Шығыс жері, Қазақстанның шығысы ол табиғат бойынша ештеңе тең келмейтін, әлемде ештеңе тең келмейтін сондай бір ғажап ғаламат табиғат бар. Кәдімгі осындай жерден қолыңызды көтерсеңіз бір бұлттар жақын тұрған сияқты болып тұрады. Көбірек насихаты жасалу керек. Сәлеметсіздер ме, біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Подкастты жүргізетін мен Арал Моралбек және де бүгінгі подкастымыздың қонағы IT маман, Қалан Груп серіктесі және стратегиялық директоры, саяхатшы Садық Шерімбек подкастымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің Ой таста подкастымыздың мақсаты қазақ тілі жобаларды насихаттау арқылы қазақ тілі контентті дамыту және әртүрлі сала мамандарына сұхбат ала отырып, оқырмандарды шабыттандыратын және оларға зерделі ой тастайтын подкаст жобасын жүргізу. Сіз бірнеше саланы басын біріктіріп жүрген жан екенсіз. Осы подкастымызда осы салаларды толық қамтып өтсек. Алғашқы сұрақ. Сіз Таңшолпан бағдарламасына берген сұхбатыңызда осы тақырыпты көтерген екенсіз. Қазақстандағы IT саласының дамуындағы негізгі кедергілер қандай? Оларды қалай шешу керек? Дәл біріншіден бүгінгі подкастқа шақырғаныңыз үшін көп рахмет. Осы подкаст көпшіліктің көңілінен шығатын, көпшіліктің жүрегіне жол тартатын және ойдан ой туғызатын үлкен бір жобаға айналуына тілектеспін және осы подкастты осындай жастан бастап жатқандарыңызға өте қатты қуанып отырмын. Мен үшін мына момент өте бір позитив сәт деп ойлаймын. Ал Қазақстандағы IT саласына келетін болсақ, негізі Қазақстанда екі сала бар. Бұл өзінің өзегімен жақсы дамып келе жатқан. Оның біріншісі мәдениет саласы болса, екіншісі осы технологиялық сала. Бұл екі сала біріншіден жас сала және жастар келген сала деп айтсақ дұрысырақ болатын шығар. Өйткені енді ескі кеңес үкіметі кезінде біздің IT саламыз болған жоқ ол кезде. IT саласы Қазақстанда 96 жылдан бастап енді келе бастады. Бірақ оның нақты орныққан уақыты сол 2004-2005 жылдарға келді. Одан кейін нақты 2008-2009, тіпті 2013 жылдарда бұл салаға келген жастар нақты мақсатты түрде осы саланы ақылмен жаңағы осы саланың маманы боламын, мәке болмаса осы салада бір нәрсе жасаймын деп келгендер болды. Және жай мода мамандық болған үшін түсіп кеткендердің өзі тіпті сол жастарға ілесіп, соңында осы саланың былайша айтқан кезде несін бір арқанын ұстап кетті десек болады. Екінші мына мәдениет саласы, бұл кеңес үкіметі тарағаннан кейін қазақ қоғамы бір жаңа құндылықтарға өте қатты зәру болды. Және ол алғашқы бір 10-20 жылда өзіне келіп жатқан қоғам оның қатты бір үдесінен шыға қойған жоқ. Ол салада бізде 2013 жылдардан кейін оған дейін енді жаңағы іргетасы қаланған болса, одан кейін қарыштап дами бастады. Біздің енді IT саламызға өзіміздің салаға оралатын болсақ, мемлекет біріншіден кедергі жасаған жоқ бұл саланың дамуына. Әлбетте енді оған дейінгі ескірек кезеңдерде біраз кедергілер болғанменен, кейінгі мынау даму шарықтау кезеңінде мемлекет бұл салаға кедергі жасаған жоқ. Ең мемлекеттің басты көмегі сол кедергі жасамау болды деп ойлаймын. Және қазір енді өзіңіз білесіз, Қазақстанның деңгейінде
әлемдік деңгейде, регионал деңгейде өздерін көрсетіп жүрген өте көп мына технология саласындағы мамандарымыз бар, ғалымдарымыз бар, осы салада ізденіп жатқан жобаларымыз бар, әлемдік деңгейге шығып жобалар бар, әлемдік деңгейге шығып жатқан. Сондықтан дәл қазіргі периодта аса бір үлкен кедергі көре алмаймын. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Қазақстанның IT саласын дамыту үшін шетелдік үздік тәжірибелерінің қайсысын қолдану керек, қайсысын өзімізге үлгі ретінде алуға болады? Енді қазір технология саласы жақсы, әлемде жақсы дамып жатыр ғой. Енді нақты бір елдің кейсі деп мен айта алмайды екенмін. Өйткені біздің елдегі мамандар, біздің саланың адамдары өздері бір бөлек кейс болуға әбден жарап тұр. Мысалға, Каспийді алсаңыз, жай ғана бір, енді сіздер оқушыларда қолданған, бір ғана жаңағыдай цифрлы қосымша бір елдегі бүкіл банк нарығын ауыстырып тастады, өзгертіп тастады, жаңа деңгейге шығарып тастады. Дәл сол сияқты мысалға бірнеше жобалар бар. OneFit деген жобаны білесіз, біздің достарымыз жасаған жоба. Мысалға қарап тұрсаңыз, бір ғана қосымша бүкіл елдегі осыған дейінгі жалпы фитнес, спорт саласындағы тұрақтап қалған стандарттарды алды да жаңа деңгейде өзгертіп тастады. Білім технологиялары жобалары бар біздегі. Олар да жаңағы елде белгілі бір деңгейде жаңа стандарттарды жасап жатыр. Сондықтан біз аталмыш бір өзіміздің бағытымыздағы 3-4 саламыз бар. Ол салалар бойынша Қазақстан бөтен елдерге үлгі болатын жағдайға жетіп қалды деп ойлаймын. Бірақ бізде жалпы технологияның хард саласындағы әлі нақты жобаларға жете алмай отырмыз. Роботтандыру саласындағы ұшар аппараттар саласында мысалға біз үшін өте қызық. Ауыл шаруашылығы саласындағы әртүрлі технологиялар ол бойынша бізге тағы да қатты көбірек іздене түсу керек деп ойлаймын. Енді жақын бір 3-4 жылда ол салаларда да өте бір ұтқыр шешімдер келеді деп есептеймін өзім. Жауабыңызға рахмет. Білім жобасы деп отырсыз. Осы қалан платформасын құру идеясы қалай пайда болды? Негізгі миссиясы қандай? Жалпы қалан жобасы енді өздеріңізде қолданатын шығарсыздар. Қазақстандағы бірден бір математиканы үйрететін тренажер платформа болып есептеледі. Енді бұл платформаның негізін қалаушы Асқар Болат және Қуаныш Нәбиев деген біздің достарымыз. Біз енді сәл кейінірек ол жобаға жаңа серіктес болып келгенбіз. Ол жердегі басты құрылудағы себеп мына педагог пен программисттің арасындағы симбиоздан туылған керемет жоба. Енді ол біздің әріптестеріміз өздері байқамаған халде бір яки білген халде бір өте керемет бір алгоритмдер түзген. Енді ол жалпы білім берудегі мысалға проблемалардан соны шешу үшін пайда болған жоба деп айтсақ болады. Мәселен, бір сыныпта 25-30 оқушы яки 30 оқушы бар. Олардың барлығына тапсырма тест есептерін емтихандарды берген кезде жаңа бірінші нұсқа, екінші нұсқа, бірінші нұсқа, екінші нұсқа деген сияқты береді дағы. Ол жерде нұсқалардың барлығы да бір-бірінен көшіріп бастайды. Және соның негізін қалаған Асқар бауырымыз сол көшірілгенін өте қатты қаламайтын бір педагог болған. Оның пікірінше, мысалға, қазір көшіру деген не ол? Көшіру дегенді ұрлық деп айтады. Егер ол мектепте көшіретін болса, яғни көрші партадан яки арқасынан ұрлық жасап көшіріп апайына жаңағыдай тапсыратын болса, ол мектепте ұрлық жасады. Ертең ол дәл солай университетке барған кезде
көшіріп ұрлық жасайды. Одан кейін жұмысқа барған кезде де ол ұрлық жасайды. Одан кейін мемлекет қызметіне келген кезде де ұрлық жасайды. Сондықтан біз мемлекеттегі мына ұрлықтың жалпы елдегі бар әйтеуір негативті бір момент бар. Жаңағыдай коррупцияның мәселесін шешуді біз осы мектеп кезінен бастауымыз керек. Балаларымыз көшірмей, қандай жағдай болса да өзінің бағасын алып, өзінің бағасын қанағат тұтып, және өзінің бағасымен ары қарай жұмыс істеу керек деген бір амбициямен десек те болады, бір сондай дертпен бұл жобаны олар бастаған. Және қазір қаланың платформасын қарайтын болсаңыз, тіпті мектептерге арналған біздің қаланың B2B платформасын қарайтын болсаңыз, бір сыныпта 30 адам болса да, 40 адам болса да, олардың барлығына әртүрлі нұсқалар беріледі. Ешкімнің нұсқасы бір-біріне ұқсамайды. Тіпті бір оқушыға екінші есеп қайталап келмейді. Мүлдем. Сонда бұл басты артықшылықтардың бірі. Әрине. Тағы қандай осы платформаның қандай ерекшелігі бар? Ерекшелігі сол, бізде персоналды оқыту дейді. Яғни personal learning technology или adaptive learning technology деп айтсақ та болады. Яғни платформаға тіркелген әрбір баланың диагностикадан өткеннен кейін оның өзінің қабілеті мен жылдамдығына сай тапсырмалар беріп отырады дағы, сол арқылы кешіккен болатын болса, жалпы программаға тезірек жетіп алуға мүмкіндік береді. Рахмет. Сіз Қазақстанды толықтай саяхаттап шықтыңыз. Осы туралы сөйлескім келіп тұр. Қазақстандағы қай өңірлері, осы Қазақстанның қай өңірлері сізге ерекше әсер қалдырды? Мысалы, осы аймақтардың мәдени немесе табиғи ерекшеліктері туралы не айта аласыз? Енді барлық Қазақстан бірдей ұнады деп бір әсіре романтика жасамай қойған дұрыс шығар. Дегенмен әр жер өзінің бөлек-бөлек сипатымен менің есімде қалды. Енді бәрі келіседі деп ойлаймын. Шығыс жері, Қазақстанның шығысы, ол табиғаты бойынша ештеңе тең келмейтін, әлемде ештеңе тең келмейтін сондай бір ғажап ғаламат табиғаты бар. Ол жақта біз табиғаттың көркемдігінен, көптігінен, кеңдігінен кәдімгі қатты әсерлендік. Оңтүстік жағы болса, көпшілік білетін өзінің қонақжайлылығы. Ол жақта табиғаты әсем, дегенмен бәрібір біздің шығыстың табиғатынан асып кете алады деп айта алмаймын. Дегенмен оңтүстіктің өзінің жаңағыдай бір керемет тұстары бар. Ол жақтағы өзіндік енді отырықшылыққа ертерек келген өңір болғаннан кейін, ол жердегі қала мәдениеті, ол жердегі жалпы ауылдың мәдениеті өте бөлек. Ол жақтағы шаруашылық, мысалға даладағы жайнап өсіп тұратын мақта. Бізде сол саяхатта бізбен бірге шығыстан бір жігіт еріп келді. Шығыстың жігіт еді. Ол өмірінде мақтаның қалай өсетінін көрмеген екен. Кәдімгі өте қатты таң қалды. Жаңағыдай мақта жерден өсіп шығатынын көрген кезде ол қатты таң қалды. Мысалға Маңғыстауды алып қарайтын болсаңыз, ол жердің табиғаты стандартты сұлулықтың өлшемдеріне мүлдем келмейді. Бірде бір тал жоқ, бірде бір тау жоқ, тіпті жерде де бір шөп жоқ. Дегенмен кәдімгі өте бір әдемі жер. Ол енді жаңағы бұрын мұхиттың асты болған жер болғандықтан солай қалыптасқан жерді. Ақтөбе жақ, мысалға, Орал мен Ақтөбенің арасы, Жымпиты деген жердің маған қатты ұнаған жері болды. Ол жақтың бұлттары көкте самғап тұрмайды екен. Ол жердің бұлттары жерде өрмелеп жүреді. Кәдімгі осындай жерден қолыңыз көтерсеңіз бір бұлттар жақын тұрған сияқты болып тұрады.
Қостанай, енді Петропавл мысалы Қызылжардың ормандарын қарасаңыз мүлдем бөлек. Мен қатты Петропавлдың ормандарына сондай бір ғашық болдым. Орталығымыз енді түсінікті. Бұл жақта барлық нәрсе кең. Астанаға келсеңіз, аспан өте көп бұл жақта. Бұл жақта сіз өзіңізді өте бір кең сезінесіз, үлкенірек сезінесіз. Мысалға бізде Алматының табиғат таулары жақсы, бірақ қандай дөңесте емес, жаңағы ішкі бір пиала сияқты, кесе сияқты жерде орналасқаннан кейін көп нәрсе андай бір төніп тұрған сияқты болып көрінеді да. Сондықтан шығар менде кейде Алматыда сәл дискомфорт болып тұрады. Бірақ маған енді Астана ұнайды. Жалпы сол ерекшеліктері сол деп ойлаймын. Мен көрген негізі жүрген кезде көбірек әсері болады. Әрбір қазақ осы Қазақстан толықтай аралап шығу керек шығар деп ойлаймыз. Өйткені Әрине. әр өңір өзінің өңірін ғана өте жақсы біледі. Иә. Осы Одан Қазақстан кейін сөзіңіз аузыңызда екінші бір нәрсе бар. Мысалға мен семейлік досым яки маңғыстаулық досым деп айтатын болсам да, Алматыға яки олар Астанаға келген кезде олар өздерінің белгілі бір бөліктерін өзінің туған жерінде қалдырып кетеді дағы. Алматыға яки Астанаға келген маңғыстаулық яки семейлік болсын яки басқа жерлік болсын, ол өзі де бір жартылай осы астаналыққа айналады. Яғни мен Астанада жүріп, Алматыда жүріп яки басқа да үлкен қалаларда жүріп, семейлік досымның шынайы өзінің қандай екенін толық біле алмайды екенмін. Яки маңғыстаулық досымның өзінің шын тумысындағы табиғаты қандай екенін біле алмайды екенмін. Ол келе жатқан кезде үлкен қалаларға ол өзгеруге дайын болып келеді. Келгеннен кейін бірнеше айдан кейін өзгере бастайды. Ал мен дәл сол достарымды Маңғыстауда, Семейде, солтүстікте яки орталықта өзінің туған жерлерінде, туған ауылдарында көрген кезімде олардың мүлдем басқа бір адам екендіктерін түсіндім мысалға. осы енді ішкі туризмді, осы қызығушылықты арттыру үшін қандай қадамдар жасау керек? Мысалы, біз бірден шетелге қызығамыз. Қазақстанды мысалы араламай жатып бірден шетелге шығады. Бір ағамыздың айтатыны бар еді, жаңағыдай қазақ қонақжай болса не үшін официанттары дөрекі деп ше. Енді біздің өзіміздің бәлкім табиғатымызға кішкене сай келетін туризмнің форматтарын әзірге дамыта беру керек шығар. Енді мен білмеймін, қазақтар туризм бойынша мысалға қазіргі енді өзбектер мысалға бізден 5 есе көп туристер қабылдайды да. Өйткені қонақ күту, яғни қонаққа қызмет қылу деген нәрсе ол ұлттың менталитетіндегі бар нәрселер. Бізде ол сәл басқашалау формада дамыған. Сондықтан ішкі туризмге әзірге бізге онсыз да жаңағыдай табиғи түрде дамып жатқан туризмнің бір ішкі туризмнің формалары бар. Ол әрине жаңағыдай жабайы туризм. Қазақстан шетел үшін, Еуропа үшін бұл қыран дала кәдімгі. Бұл жер ешқандай ашылмаған жер. Бұл жердің сырын, бұл жердің жұмбақтары әлі бүкіл әлемге ашылмаған біздің елдің. Сондықтан ойлаймын, олар енді Қазақстанға келген кезде бір Хилтонда жатып, яки болмаса опера тыңдап кетем деп келмесі анық. Сондықтан біздің өзіміздің табиғатымыздағы, жердегі табиғатымыз, адами табиғатымыздағы не бар, соны емін-еркін көрсете беру керек деп ойлаймын. Сол кезде ішкі туризм, жалпы сырттан туристер көбірек келеді деп ойлаймын. Ал өзімізге келетін болсақ, көбірек насихаты жасалу керек. Қазір әйтеуір шүкір, негізі Қазақстанның жолдары жаман емес. Көлікпен аралап қайтуға болады.
қиналмай барып қайтуға болады. Мына басынан ана басына дейінгі жолдарда енді біз бір 4 қана жолда қиыншылық көрген шығармыз, бірақ басқа жерлерде өте жақсы жүрдік деп есептеймін. Одан кейін біз жалпы қанша қалада тұрып қазір отырықшы өмір салтына қайттық дегенмен ішімізде бір өлмей жатқан көшпелі бір рух бар. Соны анда-санда ең болмаса осы саяхаттар арқылы оятып тұру керек шығар. Солай ойлаймын. Жауабыңызға рахмет. Сіз бірнеше мемлекеттерді араладыңыз, саяхаттадыңыз өте көп. Осы саяхаттар барысында қандай маңызды өмірлік сабақтар алдыңыз өзіңізге? Олар сіздің жұмысыңызға немесе көзқарастарыңызға қалай әсер етті? Сөз жоқ, енді әрбір саяхат адамды есейтеді. Мына ақыл не деп айтады? Ақыл сатысында әр саяхатқа барып қайтқан сайын бір сатыға сәл жоғарылағаныңызды, есейгеніңізді оны анық түсінесіз. Оны саяхатқа шығатындардың барлығы біледі. Әйтпесе тау-тасты аралап, ана жақтың анаусын көріп, мынаусын көріп, жаңағыдай соңында шаршап келген енді былай өздігінен ол өте қызық емес жұмыс. Егер дәл мынандай формасында, сыртқы формасымен айтатын болсақ. Сондықтан саяхаттың бұл ішкі формасы өте қызық. Әрбір саяхат бір кітап. Кез келген саяхаттан қайтып келгендегі түсінген нәрсеңді айналаңа бөлісетін болсаң, бір кемі 2 жыл айтуға болады. Сондықтан саяхат мен үшін, менің және отбасым үшін өте бір біздің маңызды салтымызға айналып кеткен. Не түсіндің дейтін болсаңыз, біріншіден адамзаттың бәрі де әдемі екенін түсіндім. Мына әлем біз болмасақ, яки бір индонезиялықтар болмаса, яки украиндар болмаса, я болмаса жаңағыдай бір араб бедуиндері болмаса, дәл қазіргідей әдемі болмайды. Біз бармыз, біз әртүрліміз, сонысымен біз әдеміміз. Әр халықтың өзінің дәстүрі, салт санасы, мүмкін кей жерлерде біз түсінбейтін бір менталитет болуы мүмкін, бізге ауырлау көрінетін, яки жеңілдеу көрінетін менталитет болуы мүмкін. Оның барлығына қарамай, олар да өз болмысында әдемі. Біз де өз болмысымызда өте әдемі, өте бір керемет халықтармыз. Бір елестетіп көрсеңіз болады, жаңағыдай. Бұл дүние бір бақша, ішінде сан алуан гүлдер бар. Егер сол бақшаның ішіне кірсеңіз, барлығы бір типте гүлдер болса, ол бақша сізге әдемі болмайды. Осы дүниенің бақшасы әртүрлі халықтар, әртүрлі салттар, әртүрлі дәстүрлер, әртүрлі елдер болған үшін ғана қазір әлем әдемі болып тұр деп ойлаймын, және осы әлемді жалықпай сол ішінде саяхаттап көріп таныса беруге бір болады, және ол үнемі сол нәрсеге бір қанаттандырып отырады. Жауабыңызға рахмет. Біздің подкастымыз Ой таста деп аталады. Сіз біздің тыңдап отырған көрермендерімізге қандай ой тастар едіңіз? Бір жақсылық жасау үшін ол туындап қалады-ау деген бұдан жақсырақ сәтті күтудің қажеті жоқ. Дәл осы сәтте айналаңызға жасай алатын игілік
өзіңізден қанша бере аласыз, ол тіпті бір кішкентай ақ болсын, оны сыйлауға тұрарлық. Әлем үшін оған берілген сыйдың үлкені мен кішісі болмайды. Бұл жерде тек ниет деген нәрсе ғана бар, біріншіден. Екіншіден, менің анамның үнемі айтатын сөзі: шырағым, мына дүниеде бір күн тұрсаң да айналаңды жұмаққа айналдырып кет дейді. Біз адамзат осы жер мына үйіміз болып тұрған екен. Осы жерді гүлдендіру, таза қылу, оны әрі қарай жетілдіру, оны әрі қарай аялау біздің үлкен миссиямыз, және соны орындағанымыз жөн. Бұл екіншісі. Ал үшіншісі, жаңағы саяхат жасауға енді үндегім келеді. Өйткені егер Құдай бізді бір проблемалармен айналысып, бір жерде тұрып, бір жерде өмір сүріп, тек қана бір жерде өнуімізді қалаған болса, онда бізді адам қылып емес, ағаш қылып жарататын деп ойлаймын. Жерден аяғымыз бөлінген екен, оның үстіне мына жер домалақ болғаннан кейін оны айнала тану керек. Сол айтқым келген. Рахмет көп. Уақыт бөліп бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет сіздерге. Тыңдармандарымыз өздеріне зерделі ой түйді деген сенімдеміз, үміттеміз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп рахмет.